Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша Полина Гагаринаның әнін аударамыз. Кукушка. Мам, а можно я сегодня твое платье надену? Сегодня можно. Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Песен еще не написанных сколько? Әлі жазылмаған ән қанша? Не написанных жазылмаған. Скажи, кукушка, пропой. Айтшы, көкек, сайрашы, не болмаса шырқашы. Кукушка бұл аударылады орыс тілінен көкек. В городе мне жить или на выселках? Қалада тұрайын ба, әлде елді мекенде? Мне жить аударылады өмір сүрейін бе, не болмаса тұрайын ба. Бұл жағдайда осы сөйлемде тұрайын ба деп аударылады, мағынасы орыс тілінен аударған кезде. Негізінде жить бұл өмір сүру. Орыс тілінен аударғанда в городе бұл түсінікті қалада, ал на выселках деген бұл елді мекенде. Камнем лежать или гореть звездой? Тас болып қатайын ба, әлде жұлдыз болып жанайын ба? Камень, тас. Гореть, жану. Звездой, жұлдыз болып. Камнем лежать дегенді мен бұл жерде аудардым, тас болып қатайын ба. Не болмаса тас болып жатайын, енді тас болып жатайын ба деп те аударуға болар еді. Бірақ енді мен мағынасына қарай неге екенін білмеймін, тас болып қатайын ба деген көбірек келетін сияқты. Негізінде лежать бұл жату. Камень, тас. Звездой жұлдыз болып, звезда жұлдыз. Гореть жану. Звездой жұлдыз болып. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Война не место для женщин. Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют. Люд, Солнце мое, взгляни на меня. Күнім менің, қарашы маған. Взгляни, қарашы, көз қиығыңды салшы. Солнце, күн, мое, күнім менің. Солнце мое, күнім менің. Моя ладонь превратилась в кулак. Менің алақаным жұлдызға айналды. Бұл жерде моя ладонь. Ладонь дегеніміз алақан. Кулак бұл жұдырық. Превратилась айналды. И если есть порох, дай огня. Егер шоқ болса, от берші. Негізінде мен бұл жерде шоқ деп аудардым, бірақ порохтың тура аудармасы шоқ емес. Тура аудармасы бұл оқ-дәрі. Снарядтарға, жалпы мынау соғыстың техникасында қолданылатын сөз. Порох деген күл сияқты ғой, енді түсініп тұрған шығарсыздар, оқтың ішінде болатын. Вот соны порох деп айтады. Егер жаңағы если есть порох, дай огня. Дай огня деген жаңағы мылтықпен ат деген сөз. Негізіндегі тура мағынасы сондай. Бірақ мен оны олай аудармадым. Егер шоқ болса, от берші деп аудардым. Негізінде орыс тілінде тұрақты сөз тіркестері бар осы порох деген сөзге. Пахнет порохом. Бұл дегеніміз соғыс иісі аңқиды деген сөз. Бұл тұрақты сөз тіркесі. Екінші сөз тіркесі, мысалы ретінде айта кетейін, пороха не хватает. Әлі келмейді, күш қуаты жетпейді деген мағынаны білдіреді. Бұл адамға қатысты, кез келген техникаға да қатысты айтыла береді. Улыбайтесь, повлечем. В строю
улыбайтесь. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Вот так. Война — это не только смерть, это еще такая жизнь. Но мы отступаем! Понимаете, отступаем! И несем огромные потери! И завтра этими потерями будете вы! Кто пойдет по следу одинокому? Кім жалғыздың ізінен ереді? Кто, кім, пойдет, барады? Кто пойдет, кім барады, кім ереді бірге деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде бірге алған кезде. По следу, ізінен. Одинокий, жалғыз. Сильные, да, смелые, голову сложили в поле, в бою. Мықтылар мен батылдар басниды майданда. Смелый, батыл, сильный, мықты, голову сложили, басын иді, в поле, в бою бұл майданда. Мало кто остался светлой памяти. Жарқын жадыда қалғандар аз. Мало аз, кто остался, кім қалды, в светлой памяти, жарқын жадыда, жарқын есте. В трезвом уме, да, с твердой рукой в строю. Байсалды ақыл, қатты қолмен, қатарда. В трезвом уме, байсалды сана, байсалды ақыл, не болмаса парасатты ақыл деп аударылады. С твердой рукой, қатты қолмен, в строю деген қатарда, не болмаса сапта деп аударылады. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Хорошо с тобой, да плохо без тебя. Голову на плечи терпеливые. Подплеть. Где же ты теперь, воля вольная? Қайдасың енді ерік жігерім? Где же ты теперь, қайдасың енді сен? Воля бұл ерік жігер, ерік қайрат. Енді синонимдері көп қой қазақ тіліне аударған кезде. Мен ерік жігерім деп аудардым. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Кіммен қазір арайлы таңыңды атырудасың? С кем, кіммен? С кем же ты теперь қазір кімменсің? Рассвет таң, таң атыру. Встречаешь негізіндегі тура мағынасы қарсы алу, кездесу. Бұл жерде ласковый аударылады, жылы, жұмсақ деп. Мысалға біз үнемі айтамыз ласковый май. Ласковый жылы май. Жылы мамыр. Ответь, жауап бер. Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Сенімен жақсы, бірақ сенсіз жаман. Бұл жерде түсінікті деп ойлаймын. Хорошо, жақсы, с тобой сенімен, но бірақ, плохо, жаман, без тебя сенсіз. Голову на плечи, терпеливые, подплеть. Қамшының астында сабырлы иығына басын қойды. Қамшының астында. Голову на плечи, иығына басын қойды. Терпеливый, сабырлы. Терпеливые, сабырлылар көпше түрде атылған. Подплеть дегеніміз бұл қамшының астында. Плеть бұл қамшы. Под бұл астында деген сөз, солай аударылады. Сонымен достар, бүгінгі видео осымен тамам. Әнді толығымен аудардық. 3 шумақ. Әр шумақтан кейін қайырмасы қайталанады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл менің көрермендерімнің сұрау бойынша аударып отырмын. Полина Гагаринан әні деп сұраған еді. Ал бір кісі кукушка деп жазыпты. Полина Гагаринан әні кукушканы аударайын деп шештім сол себепті. Бүгінгі ән сәл ауырлау болды. Қай жағынан енді бұл соғыс туралы ән болғандықтан, бірақ адамға рух, жігер береді бұл ән тыңдаған кезде.
Мен де ютубта қандай видео шығатынын мен алдын ала негізінде инстаграмда айтып стористар салып отырамын. Сол себепті мені инстаграм парақшамада жазылып қойыңыздар. Және де осы видеоның астына комментарий жазып, қолдап, лайктарыңызды, дизлайктарыңызды баса беріңіздер. Мен дизлайк басқан адамдарға ешқандай да ренішім жоқ, ренжімеймін. Сол себепті ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Лайк та, дизлайк та менің каналымның ары қарай дамуына көмектеседі. Кез келген комментарий, хейтерлар да маған неше түрлі комментарийлар жазып жатыр. Мен бірақ ол кісілерге айтар едім, алғысым шексіз сіздерге, себебі сіздердің жазған комментарийларыңыздың арқасында менің каналым ары қарай дамып жатыр, өсіп жатыр. Сіздердің қойған дизлайктарыңыздың да арқасында менің каналым ары қарай дамып жатыр. Сол себепті сіздерге көп-көп рахмет. Және достар, менің бір идеям бар. Негізінде орыс тілін сіздердің үйренгендеріңізді мен қалаймын, және соған көмектескім келеді. Сіздер көпсіздер, әрқайсыңыздың уровендарыңыз әртүрлі болуы мүмкін. Әрқайсыларыңыздың таңдаған салаларыңызда әртүрлі. Сол себепті сіздер комментарийға жазсаңыздар, мысалға, бүгін осы тақырыпта талқыласақ деген сияқты. Мүмкін біреуіңіз гостиницада жұмыс істейсіздер. Осы гостиницаның маңайында сөздерді талқыласақ, сол гостиницаға байланысты сөйлемдер құрасақ деген сияқты. Не болмаса біреу мүмкін басқа медицинада жұмыс істейтін шығар, не болмаса мұғалім деген сияқты. Негізі менің ойымды түсінді деген ойдамын. Сіздер өздеріңіз жұмыс істейтін салада, не болмаса өздеріңізге қызықты тақырыпты жазсаңыздар, және сол тақырыпта біз келесі видеода сөз қозғасақ, сол тақырыпта мен арнайы бір диалог сияқты, не болмаса текст құрап, соны сіздерге аударып отырып жеткізсем, мүмкін сіздерге көбірек көмегі тиеді деген ойдамын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Маған комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Және де әнді де ұмытпаңыздар. Енді сіздерден келесі видеолардан жазсаңыздар, енді веселый әнді аударайық, көңілді, бір көңіліміз көтерілі, билеп қалатындай, сондай әндерді, зажигательный әндерді жазыңыздар, мен соны аударатын боламын. Назарларыңызға рахмет.